Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Күндеріңізге сәттілік. Бүгін біздің алла бұйырса кешкі асымызға нан салма істейтін боламыз. Нан салмаға керек заттарға, яғни поделкеге керек заттардың барлығын аршып, жуып шайып турап алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Қазанға майымызды құйып, кішкене қызғаннан кейін етімізді салып жаймендеп қуыратын боламыз. Мінекей пиязымызды салып алдық. Осылай әдемілеп қызарғанша қуырып жатырмыз. Бір жерде аймаш дейді, бір жерде нан салма дейді. Жалпы біздің үйде екеуі де қолданыла береді. Сіздер де қалай айтасыздар? Мінекей картошкамды, сәбізімді, суымды құйып бұқтырып жатырмын. Поделкамды мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай қып-қызыл әп-әдемі поделка дайын болды. Мінекей қамырымды жайып алдым, шұп-шұқалатып. Кішкене дегдісін десе, менің кішкентай палуан столды сүйреп апарып қойып, осылай тышқан тескендей тесіп жатыр екен. Осылай етіп орап алып, ұн салып орап алып, мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай жұқалықта кесіп аламыз. Мінекей біздің кешкі асымыз. Бізде осылай болды. Свежий салатпен осылай ұсындық балаларға. Сочный қылып тамақтанып болғаннан кейін нанымды жауып алды. Мінекей біздің бір күніміз осылай өтті. Үй жағдайында дайындалған тәтті нан. Бізді көріп отырсаңыздар, тіркеліңіздер, қолдаңыздар, жылы лебіз тілектеріңізді жазыңыздар. Сау болыңыздар.